өзіңіз айтқандай қысқартып қойдым. Ой, рахмет. Күйеуімнің туғаннан бір аяғының сәл қысқалығы бар. Аса қатты білінбейді, бірақ соған қатты ыңғайсызданады ғой. Осы қалай шалбар сатып алам, осы менің жүргенім осылай қысқартып. Ұялатын ештеңе де жоқ. Аяқтың қысқалығы ештеңе емес қой, ақылы қысқа болмаса болды да. Дұрыс айтасың. Шалбардың балағын қысқарту оп-оңай ғой. Мына көйлектің жеңін қысқартып жүрсем не істер едім деп. Көйлектің жеңін қысқартудың машақаты көп, шынымен де. Аяқ қысқа болған дұрыс болған екен. Иә, рахмет. Рахмет. Рахмет жаным, сау бол. Келіп тұрыңыз, сау болыңыз. Аяғының қысқалығы білінбейді деп қояды. Бақандай 3 сантиметрге қысқартқан ғой. Балам. Қалыңыз қалай, апа? Жақсы, балам. Жұмыстарыңыз қалай? Болады. Апа, мектепті қоям-ау. Сіздің жаныңызда көмектесіп жүре берем. Әйтеуір бірдеңе күнді көрермін, апа. Жарайды. Кешкі әкеңмен сөйлесіп көрейін онда. Қойыңыз, апа, әзілдейіп. Күннен күнге сабақ қиындап бара тұр. Енді оқу деген инемен құдық қазғандай дейді. Мына инен сабақтап берші. Әкелем. Сабақтай алмай кеттің ғой. Қанша оқуға тырыссам да. Міне, апа, оқу деген осындай инемен сабақтағандай болса, зу-зу өткізіп жібертеді. Мына мен құдық қазу деген бір азап қой, апа. Енді қайтесің енді? Әдебиеттен беретін апайымыз жеті аталарың жайлы шығарма жазып келіңдер деді. Әр аталарыңа бір беттен арнаңдар дейді. Дұрыс. Енді біліп жүрсін деп жатыр ғой. Оның несі дұрыс, апа? Әрқайсысына бір беттен арнайтындай аталарымыз шытырман оқиғалардың арасында өмір сүрген жоқ шығар. Оның үстіне аталарының есімдерін де ұмытып қалғам. Жатта сен. Онда жіпке тізіп айтып беріңізші, мен жаттап алайын. Қазір тұра тұр. Әкең Сағатбек, Сағатбектің әкесі Мырзахан, Мырзаханның әкесі мен не айтып отырмын? Маған болмайды ғой аталарының атын атауға. Одан да білмейін деп айтасыңшы. Неменеге мәз боласың? Менің білмегенім ол сын емес. Мен өз аталарын жатқа білем. Ал сен бәрін білуің керек, сондықтан жатта. Әкемнен сұрау керек болды. Неге ұмытып қала бересің деп тағы айқайлайтын болды. Туған жер тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұрамыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Қалада тұрамыз, қалада тұрамыз, қалада тұрамыз, қалада тұрамыз. Одан кейін қандай еді? Есімнен түспей тұрған. Қалай ұмытасың сен? Тартып жіберейін бос тұрған жеріңді. Қалай ұмытасың сен? Біз қазақпыз ғой айналайын. Балам-ау. Қазақта білесің бе, жеті ата деген ол біздің төл құжатымыз. Сен мысалы аталарыңды, жеті атаңды білмесең, ол құжатсыз жүргенмен бірдей. Түсінесің бе сен соны? Енді төрт атаға үшін есіме болып тұр ғой енді. Қалай төрт атаңды білесің? Қалған атаң қайда қалады? Есімнен шығып тұр ғой енді. Неге шығады есімнен? Жартысын білмедің. Сен онда құжатының жартысын ұстап жүр, онда полицияға сөйтіп көрсет. Түсінікті бола ма сонда? Әшейінде осы көліктің түрін жатқа білесіңдер. Мынандай көлік, мынаның күші мынандай, аттың күші бар. Ұялы телефон тұсасаң жатқа айтасың. Мына ұялы телефон жақсы, мынада бәленбай мегабайт, гигабайт. Ішіндегі бәле батырдың бәрін. Сонда өзің жеті атаң жаттық шамаң жетпей қалды ма? Енді бізде сабақ қиын ғой, физика, ағылшын тілі. Олар жаттайын дегенше 3-4 атаны ұмытып тұрмын ғой. Біле білсең бар ғой, маған әкем марқұм
5 жасымда айтып берген осыны. Әлі есімде, жеті атамды. Содан әлімге дейін түрішіні оятып алып сұраса мен жатқа айтып берем. Мен өз аталарым емес, анау көрші балалардың аталарын жаттататым мен. Жоқ, атаң саған зат па? Атаң ғой ол. Әке, тамақ суып қалатын болды, жүріңіздер. Мына күйдірді мен абдан. Бұған айттың не, жоқ, қабырғаға айттың не? Ей, жаман ұрыстау деймін саған, я? Роналдо мен Мессидің шежіресін жаттағанша жеті атаңды жаттамайсың ба? Жетпеген сен едің ей. Кел оға қызым. Арман қайда? Арман тамақ ішпейді ғой деймін. Бір түйіп жатын бөлмеге кетті ғой. Ал не болды ал? Балаға бір ақырын сөйлеуге болады ғой. Бірден айғайға басасың. Ақырын айтқан түсінушім беді ол? Мен айтсам, ақылы кірсін деп жатырмын. Адам болсын деп айтып жатырмын. Мен ұрыспен ақыл кіретін беді? Қазір заман басқа, балалар басқа. Өзіңнің бала кезіңмен салыстырмасаңшы. Заман басқа екен деп енді әкелер балаға сөйлеуден қалдық па сонда? Ой, осы бірден айтса қоймайсың бар ғой. Арман қазір үлкен жігіт болды, бойы өспей қалғаны болмаса. Оның да намысы бар ғой. Мүмкін ол үлкен адам сияқты сөйлескенді қалайтын шығар. Негізі Арман мен сыныптас басқа балалардың бойлар кәдімгідей ұзын. Шаштарын қайырып жігіт болған. Біздің Арман ғой. Өтпелі жасқа енді кіріп жатқан. Ештеңе етпейді. Булығып бірақ жылда өсіп кетеді. Өзіме тартқанда бойшаң жігіт болушы еді. Сонан кейін сенден әкеңе қосылып Арманға тиіскенді қой. Мен оған не дедім? Қайта өзі тиісе береді маған. Білмейді ғой дейсің ба? Әкең екеуің екі жақтан мүжейсіңдер. Тиіспеңдер балаға. Онсыз да шаршап жүр, бас ауырып. Сабағы ауыр. Болды енді. Тиме қызыма. Осы қызың десе еркелетіп, осы өліп қала жаздайсың. Ана балаңа да сөйтуге болады ғой бір мезгіл. Еркелетіп, сырласып, тек айғайлай бересің. Өзің барып шақырып келмейсің ба? Тәбетім қашып кетті. Арман, аш есікті балам, әкең енді ұрыспайды. Ашпайым болды. Әкем мені жақсы көрмейді. Қой балам, олай деме. Жақсы көреді сені. Жақсы көргесін ұрсады ғой. Жақсы көрмей ақ қойсын. Кетем мен бұл үйден. Кеткеніңіз қайда? 18-ге толғаннан кейін кетем. Бұл үйде тұрмайым мен. Жарайды енді. Бірақ анда аша қойш есікті, алтыным сол. Айналайын, аша қойш. Арман, аша қой енді есікті. Аш енді. Әке, мысал деймін да, үй алып жатсақ, қоныс мәселесін шешкеннен кейін, былай ақша жиналып жатса, маған көлік аламыз ғой, Әрине қызым. Енді көлік алу деген қазір соншалық қиын шаруа емес қой. Әйтпесе, біздің топта көлік жоқ, екі ақ қыз бар. Біреуі мен, біреуі Жадыра. Онда да Жадыраның жеке жүргізушісі бар. Мен ақ метромен жүретін. О жағын уайымдамашы қызым. Міне сен оқуын бітіргенше судай жаңа қып қызыл бір көлікті алып берем. Бұл берген уәдем уәде. Ой, рахмет әке. Бірақ алдымен үй алып алайық. Сосын көлік аламыз маған, Иә. Әке, жеті атамды айтып берейін бе? Енді ол жеті атаны білу ер балалардың парызы ғой негізі. Жалпы білген ол да жаман емес. Бірінші, Сағатбек. Екіншісі, Мырзахан. Үшіншісі, Арман, ашшы балам, ана қайшымды жоғалтып алдым. Іште қалып қалды ғой деймін. Алып шығайыншы енді, Апа. аша қойш. Мына қайшыма сіздің іздеп жүргеніңіз?
Арманжан, ақылың көп қой, енді аша қойш балам. Арман? Арман ішінен жауып алды ма не? Көріп тұрсың ғой, енді сыртынан жауып алмаған. Арман? Ей, бұл есікті жауып алды енді тағы қандай өнер бұл, а? Не болды айғайлам? Айғайламашы айналайын. Қазір өзім сөйлесем. Сендер барыңдаршы. Жоқ, бізде сөйлесек, не масқара мынау? Барыңдаршы деймін. Сендерді көргісі келіп тұрған жоқ, барыңдаршы. Арман? Балам, енді аша қойшы, ақылың көп қой сенің енді. Арман деймін. Қайырлы кеш аға. Қайырлы кеш, менің алтын қарындасым әкеш бетті. Не болды? Сен ойың бір жақта, өзің бір жақта, тыныштық па? Кірсеңізші, көресіз. Не болды? Кім үйдің қожайыны келіп айғайлап кеткен жоқ па? Үйді босатыңдар, ана мынау деп. Жоқ, Арман жатын бөлмеге кіріп алып есікті ашпай жатыр. Бойкот жариялады ма? Иә, әне апам жарты сағат болды есігінің алдында тұр. Арман, ана тәтті тоғашыңды жеп алды, соңын қайттан кеп жата берші енді есігін жауып. Қазір ашшы енді балам. Шыға қойшы, енді қарның ашып қалды ғой енді балам. Ол апаңа ашпаса ол ашпайды ол. Бұндай кезде адамның жанын тереңнен түсінетін бір психолог маман керек. Қазір мен өзім сөйлесейін. Жүр. Туй, мынау. Жеңеше қалыңыз қалай? Ой, қалайсың жаным? Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Қайдан жүрсің? Ой, Дина 2-3 күн, 4 күніне кеткен ғой. Соны үйде жалғыз жатып не істеймін, одан да барып алтын жеңешемнің шайын ішіп қайтайын деп келсем. Сөйтсем сіздерде майдан болып жатыр екен ғой. Ана екеуі ренжітіп баланы, ашпай жатыр. Енді анау есік аштыратын бір тәсілдеріңіз бар еді ғой, бір қызығатын нәрселерін айтып көрмедіңіз бе? Айтып көрдім ғой. Тәтті тоқашты да айттым, теледидар қара дедім, ананы айттым, мынаны айттым, болмайды. Қызықсыз. Жеңеше, бұл тәтті тоқаш десе атып шығатын ондай жастан өтіп кетті ғой. Былай істейік. Былай қарай кетіп қалайық қазір. Сосын мен өзім сөйлесем, бірден беріп аштырамын мен. Тілін табамын ғой. Сөйлесің бе? Иә. Арман, есік ашшы. Ашпайым. Ай, Арман, мен Жанатбек ағамын ғой. Болсаңыз қайтейін. Ашпайым болды. Арман, шахмат ойнаймыз, шахмат. Арман, шахмат ойнайық. Жалғызсыз ба? Жап жалғызбын. Шыныңызды айтыңыз. Я деймін, жалғызбын деймін, ашсашы. Шахмат. Жүр, шахмат ойнайық. Келіңіз. Ал, кел бала. Деңгейің қандай болғанын көрейік. Отылып қаласа анадағы. Көреміз қазір. Шах. Шах дейді. Онда біз былай қарай қашамыз. Мат. Жеңіліңіз тағы аға. Шынымен де мат. Тағы ойнайсыз ба аға? Жоқ, болды, осымен жетеді. Бүгін қол жүрмеді. Есесіне мен қолым жүріп тұр аға. Сен сабағың қалай болып отыр? Сабақ қиын. Айтпай-ақ қойыңызшы. Болмайтын бір нәрселер біледі. Алдында жеті ата туралы шығарма жазып келіңдер дейді. Әкемнен сұрасам, айқайлайды маған. Енді айқайласа енді ол баласы болғаннан кейін жаны ашып ақылын айтып жатқан шығар. Ой, ақыл болса тыңдайсың ғой. Ананікі айқай кәдімгі. Ой, айқай дейсің. Сол да айқай ма? Кезінде бізді айтсаш, әкеміз бүйтіп айқайлап отырмайтын. Ол өзі бірден қолына қамшысын алып, осы басып жіберген кезде жаның шығып шырылдап қашатынсың ғой.
әлі күнге дейін іздері бар я арқамда бар ғой, дұрыстап анықтап қарасаң бар ғой. қойшы. Сондағысы бір анау мынау жай қамшы емес. Ана көкпарға алып шығатын дәу қамшылар болады ғой анау. Дойыр қамшы дейді ғой. Сонымен алып сабаған кезде ойбай. Соншалық не бүлдіретін едіңіздер ол кезде? Бүлдірген түгімізде жоқ сондағысы. Әшейін таңертең ұйқыдан тұрыңдар деп оятады ғой, сол кезде қамшымен ұрып оятатын ғой. Ұйқыдан тұрыңдар деп қамшымен ба? Иә. Сонда бар ғой. Бір ренжу деген нәрсені білмейміз ғой. Мүлдем ренжімейсің. Қалай ренжейсің? Әкең ғой. Не қылдың енді сол жеті таң жаздың ба? Жоқ, 4-ші атаға келгенде тоқтап тұрмын. Ары қарай есімде болмай тұр. Сіз білесіз ба? Білгенде енді білеміз ғой. Білсеңіз айтсаңызшы, мен жазып алайын. Жарайды. Тыңдайынызшы. Бірінші өзің жаз. Арман. Сенің әкең Сағатбек. Одан кейін оның әкесі Мырзахан. Сосын Жолдыбай. Жолдыбайдың әкесі Қондыбай. Мен де осы жерге келіп тоқтап тұрмын аға. Ары қарай айтсаңызшы. Ары қарай болғанда қазір Ахметбек деп жаз. Ахметбек. Сосын Сәбитхан деп жаз. Сәбитхан? Иә. Жақсы ат екен. Сосын соңғысы Ғылымбек. Ғылымбек деп жаз. 8 ата болып кетті ғой аға. Қой. Иә ма? Өзімді қоспағанда 8 ата болып тұр ғой. Жарайды, онда біреу мен атымнан бонус. Қайта жақсы емес пе? Сыныптастарың 7 атасын жазып барған кезде сен 8 атасын жазып барып таң қалдырасың. Сөйт. Рахмет аға. Жарайды. Оқасы жоқ. Ондай көмектер керек болса, сұрап тұр. Жарайды. Әрқашанда дайынмын інім, ей. Жүр, барып шай ішейік. Кеттік, шай ішейік. Жүр. Арманжан шықты бөлмесінен. Арманжан шықты ма? Мен барып сөйлесейінші баламен. Сәке, тыныш отыр. Бүгін емес, ертең сөйлесесің. Домбыраңды тыңқылдата берші. Жанатбек ағасы келіп, тілін тауып екеуі шүйіркелесіп жақсы отыр. Негізі біздің Жанатбек саған қарағанда балалармен жақсы сөйлеседі. Енді андасың дегенсің, балалар үйіршек болады ғой. Сонда да сен сияқты айғайға салған жоқ, 7 атасын сұрап еді. Айтып бере салды бірден. Сен болсаң айғайлап, жайда сөйлесуге болатын еді ғой. Көрем Жанатбекті ертең өзі балалы болған кезде 7 атасын жататтырған. Жарайды мейлі. Сәке, мен сенен осы бірдеңе сұрайын дегем. Менің төркініме барғанда сен үлкен әжеммен жақсы сөйлесіп отырушы едің ғой. Қайын жұрттан сол үлкен әжең ғана еді ғой. Мен жыл шыраймен қарсы алып, әйтеуір сөзіміз жарасып, мен оқысын мен де жақсы көрдім. Қалғаны бір жібермеді ғой тегі. Сағатбек, не болды сонша? Осы сен ушықтырып сөйлемесең тілің қышиды ғой дейме? Осы барған сайын күйеу бала деп ас түсіңе түскенде жақпайды екен, ә? Күйеу бала дегенде қазақта күйеу 20 жылда құда деген сөз бар. Не рахат көріп жатыр мен қайын жұрттан. Қойшы айналайын. Тегі менің төркінімне қиянат көргендей айтасың ғой. Кет жер бар. Сұрамаймын ештеңе. Жарайды күрәнде не болды? Қалжыңдап отыр мен. Қалжыңның да жөні бар ғой. Дұрыс. Болса мен қайын жұртымда аяқ болсыншы. Не сұрайын дедің, айтшы? Осы келін болып түскелі, оттарыңмен кіріп, күлдеріңмен шығып жүрмін. Білгенімнен жаңылып қалдым, ұмытып қалдым. Жаңанау Арман 7 атасын сұрағанда, мен де өзімнің аталарымды тізбектеп былай көрсем, ұмытып қаптым. Соны, сен сондайға жақсы едің ғой, соны сұрайын деген. Төркінімді түгендеймін де. Мен болмасам шежесі қарайын деп отырсың, өкіләнді. Айтсаң айт, айтпасаң айтпай. Айтам, не болды ашудан? Қайта анау үлкен әжеңнен мен қазбалап тұрып сұрап ағам жақсы өпті. Жаз.
Әкең Сәндібек, енді әкең атын білетін шығарсың. Оның ол кісінің әкесінің аты Мәндібек. Сенен кейін барып, ана үлкен аталарың Әлібек, Абайдулла, Дәлел, Зәкір, Әбдіхан, Сабды. Мінекі. Енді жаттап жүре бер. Соң бір адам ренжеймін. Құранда енді мен бірдеме сұрайын. Осы ойлансам, жаңағы тоқас, бәліш, осы дастархандағы түрлі шығыс тағамдарын жақсы жасайсыңдар. Мынау кілем тоқисыңдар, көрпе жастықтарың бар, сауда саттыққа да ептерің бар, қандарыңда. Оның кейінгі арғаталарын қарасам, өзі аттары да ауысып бара жатады анадай, шығысқа қарай. Соң қарағанда қандарың да деп. Не айтып отырсың? Осы айтқыш дегенге тек айта береді екенсің. Мен білем ба өзімнің аталарымды, сен білесің. Кешер. Қайдағы бірдеңелер. Ай, қыланды. Жаттаңдар, аталарын жаттап жүріңдер. Кешке асқа үлгермей қалған ем, қарным ашып кетті. Жеп ал, тойып жеп ал. Біздің үйде біраз уақыт болсы баға? Жеңгең 4 күннен кейін осындамын ғой. Жеңгем үйінде біраз уақыт болса екен. Неге? Үйде сізбен отырып әңгіме айтып, күліп. Мен ойлап қалдым, жеңгеңді жақтырмай ма? Жоқ, жеңгем ұнайды ғой. Жарайды. Қалай мектепте? Ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Маған ба? Тиісіп көрсін. Апай айтып берім. Арман, сен үлкен жігітсің ғой? Өз шаруаларың... Ой, ойнап жатырмын. Қалжыңдап жатырмын. Апайға айтпайсың ба? Айтпаймын, өзім шешем ғой. Дұрыс. Енді сынымыңда бір ұнайтын қыз бар шығар? Оң қайдан білдіңіз? Мен жай әшейін сұрап отырмын. Бірдеңе көрсетсем, ешкімге айтпайсыз ба? Жоқ. Уәде беріңізші. Уәде берем, ешкімге айтпаймын, көрсетші. А қосу Г? Арман қосу Ғалия. Қызың ба? Жоқ, әзірге қызым емес. Көрші сыныпта оқиды, ұнайды маған. Сен есің дұрыс па? Сен оның қызың емес болса, әлі сөйлеспеген болсаң, оны немен ғыдып жазып алғансың? Ертең әйелің Ғалия болмай қалды ал, не істейсің? Аты ғыдан басталатын қыз іздеп жүресің ба? Қарамаса қарамай қойсын, өшіре салам. Ой, анауым өшіретін нәрсе ме? Мен оны бір құпия қылдырып, ешкімге айтпайсыз ба деп айтқанға мен оны мәңгілікке жазып тастаған ба десем? Өшіре салам, ештеңе айтпайсыз. Сізбен сөйлескен маған ұнайды. Сіз керемет адамсыз ғой. Ай бауырым. Жей ғой. Тойып жей ғой. Арман, ана шығарманға жеті атаң туралы білетіндерімді айтып берейін де мен ұйықтай берейін, я? Иә, ұйықтайық. Біз де ұйықтайық. Аталарымыз да тыныш ұйықтасын. Енім ай, әңгімен жіберетін болып тұрсың ғой кәдімгідей. Ой, сізге тартқан ғой мен. Інім ғой, інім, өзімнің інім. Өзімнің ағам ғой мен. Сіз не істегенсіз? Мен сізге оң балаға емес, сол балағын қысқарт дедім ғой. Сіз қалай айттыңыз, мен солай қысқарттым ғой енді. Қалай мен айтып кеттім сол балағын қысқарт деп. Жарайды, онда былай жасайықшы. Сіз шалбарды қалтырып кетіңіз, мен дұрыстап қоямын кешке дейін. Кешке алып кетесіз. Жаса дұрыстап. Жасайым енді. Тегі күйеуінің 2 аяғы емес 8 аяғы бар сияқты шатасып жүр ғой. Дұрыстап айтпай ма? Апа, қуаныш жаңалығым бар. Қалайсың балам жан? Кешегі шығармадан 5 алдым. О, 5 алдың ба? Иә. Жарайсың.
Жұрттар 7 атасын жазып барса, мен 8-ші атама шейін жазып бардым ғой. 8? Иә, Жанатбек аға бір ата бонус болсын деп артығымен айтып берді. Дұрыс бопты. Әкең қуанып қалатын болды. Шежіре жайлы шығармадан 5 алыпты деп. Иә, физика, химия деген сабақтан 5 алсаң, ол кісіге қызықтырмайды. Әдебиет, тарих деген пәндерден 5 алсаң, мақтайды келіп. Енді білесің ғой әкең. Иә, жұмысыңыз қалай? Ай болады. Жарадың балам, өзіме тартқан. Көрдің ма? 7 ата шежіре жайлы жазып, 2-ақ бала 5 алған. Біреу менің балам. Енді мен білесің ғой, мен тарих, әдебиет десе, ол енді чемішкеше шағам ғой енді. Білеміз ғой. Баяғыда сіз ана институтта оқып жүрген кезде тарих пәнінен беретін профессормен пікір таластырып, Шыңғысхан жайлы ма? Сөйтіп сізді оқудан шығарып жіберген еді ғой. Ой, қайда еске салып. Ал не болды ал? Сол ақыры профессордікі дұрыс болмай шықты ғой. Сол кез айттым мен, Шыңғысхан деген қазақ болған деп. Ал қазір қараңдар тарихқа. Шай алыңдар. Жанатбек әкел, кесіп шай құйып берейін. Негізі жеңешемнің жалпы мына пісіретін тәттілерін айтамын да, бір ерекше ғой, ерекше. Негізі айтамын да, чак жағыңыз. Бал ғой, бал. Әке, бүгін мен де құқық пәнінен 5 алдым ғой. Білесіз ба қандай тақырып екен? Мен ойласам, бір әр жанұя өзі бір нәрсеге бейім болады. Біздің өзі сол шежіреге, тарихқа бейімбіз ғой, біздің тұқым өзі. Міне, Жанатбек ағасынан сұраған екен, кеше дайындап 7 атасын дайындаған екен. 5. Қанымызда бар ғой. Анау баяғыда әкеміз домбырасын алып, жыр, термелерден айтып отыратын. Ой, сенің айтып отырғаныңда бер жағы ғой. Біздің 5-ші атамыз балам. Абылай ханмен үзеңгілес болған ғой, замандас болған әбікеңдермен. Жыршы болған, жыра болған. Сойлыбай деген атаң. Сойлыбай? Тікелей атамыз біздің. Сен неме таңғалып отырсың не? Сен 5 алып келіп отырған жоқсың ғой 7 атаңа. Не жаздың, әкелші бені? Шығарма. 7 атамнан өзіме дейінгі қысқаша шежіре. Тақырыпты жақсы қойыпсыңдар. Мен Мырзабай тегі Арман алдымен өзімнің 7 атамды тізіп жазып берейін. Олардың ерлік пен батырлыққа, даналық пен ұлағатқа толы өмірі жайлы сосын тарқатып айтамын. Мен Арман, әкем Сағатбек, одан әрі Мырзахан, Жолдыбай, Қондыбай, Ахметбек, Ғабитхан, Сабитхан. Мына Ғабитхан, Сабитхандарың неме? Аталарым ғой? Бізде мұндай ата жоқ, айналайын. Майлыбай атаң қайда? Жайлыбай атаң қайда? Маған кім айтты? Ал мен тұра берейін, рахмет жеңеше. Шайыңыз өте дәмді болыпты. Аш есікті. Жанатбек, өзің білмейсің, өзіңмен қоймай, баланы шатастырып. Ой, аға, кешірміш, ең бастысы 5 алыпты болды емес пе? 5 алып үшін не? Шежірені бұзу керек па? Аталарыңнан қорқпайсың бе? Аға, енді қайталанбайды, кешірмішші. Айтып тұрған сөзің қарашы, ашшы есікті. Сенде біреу жанұяның берекесі, жанұяның басы деп жүр ғой. Туған жер тербе